Мен сіздерге осы жолы Қазақстандағы ең бай 10 адам туралы айтамын. Олардың байлықтарының негізгі көздерін бірге анықтайтын боламыз. Видеомды соңына дейін көрсеңіз, Қазақстандағы ең бай адам кім екенін және оның немен айналысатынын білетін боласыз. 10-шы орында Дариға Назарбаева. Байлығы $584 миллион. 1963 жылы Теміртау қаласында дүниеге келген. Алматы НТК Европлюс Қазақстан компанияларының және Астанадағы Думан қонақ үйінің иесі. 9-шы орында Нұрлан Смағұлов. Байлығы $750 миллион. 1965 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. Астана Груп холдингінің президенті. Астана Груп холдингі Астана Моторс, Мега Алматы, Мега Парк Алматы, Мега Силкой Астана компанияларын басқарады. Астана Моторс компаниясы 16 әлемдік автокөлік брендінің Қазақстандағы ресми өкілі болып табылады. Қазақстан велоспорт федерациясының президенті. 8-ші орында Кеңес Ракешев. Байлығы $960 миллион. 1979 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. Винкрафт Груп холдингі арқылы көптеген елдерде әртүрлі салаларда бизнестермен айналысады. БТА банкінің 46% акционері. Алматыдағы Шоқан Уәлиханов атындағы жеке мектептің негізін қалаушы. Қазақстан бокс федерациясының президенті. 7-ші орында Тимур Турлов. Байлығы $2,200 миллион. 1987 жылы Мәскеу қаласында туылған. 2010 жылы бұл отбасымен Қазақстанға қоныс аударып, азаматтығын алған. Банк Freedom Қазақстан, Лондон, Алматы сақтандыру компанияларының иесі. 6-шы орында Болат Өтемұратов. Байлығы $2,800 миллион. 1957 жылы Атырау қаласында туылған. Форте банкінің 90%-ға жуық акциясының иегері. Алтын қазатын RG Gold компаниясының Астана, Вена, Мәскеу қалаларындағы Рикс Карлтон, Бурабайдағы Риксис қонақ үйлерінің, Қазақстандағы Бургер Кинг франшизасының Нархоз университетінің иесі. Билайн Қазақстан, Билайн Қырғызстан компанияларында, Қарағандының Сарыарқа әуежайында 31-ші арнада үлестері бар. Қазақстан теннис федерациясының президенті. 5-ші орында Михаил Ламадзе. Байлығы $3 миллиард. 1975 жылы Грузияның Батуми қаласында дүниеге келген. Каспий KZ компаниясының 23% акциясының иегері. Колеса KZ, Крыша KZ, Маркет KZ, Автоэлон УЗ сияқты бағдарламаларды басқаратын Колеса Груп компаниясының иелерінің бірі. 4-ші орында Вячеслав Ким. Байлығы $3,200 миллион. 1969 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. Каспий KZ компаниясының 24% акциясының және Алеско компаниясының иесі. Қазақстан таеквондо федерациясының президенті. 3-ші орында Динара Кулюбаева. Байлығы $4 миллиардқа жуық. 1967 жылы Теміртау қаласында туылған. Бірінші президенттің қызы. Тимур Кулюбаевтың әйелі. Халық банкінің негізгі акционері. Нұрсұлтан Назарбаев білім беру қорының басшысы. 2-ші орында Тимур Кулюбаев. Байлығы $4 миллиардқа жуық. Тимур Кулюбаев 1966 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. Кулюбаевтың қазақстандық және шетелдік көп компанияларына үлесі бар. Біз тек негізгілердің атын атап, түсін түстеуді шештік. Ол толықтай Joint Resource компаниясының иесі. Осы компанияның құрамына Crystal Management, Каспий Ойл, Шұбаркөл Премиум компаниялары кіреді. Және Халық банк, Қазақ Ойл, Алтын банкінің 40%-ын иеленеді. Mercury Properties компаниясы арқылы келесі ойын-сауық бизнес орталықтарын басқарады. Олар Форум Алматы, Пассаж, Байзар Молл, Глобус, Карсити, Керуен Сити Астана, Спутник Молл, Керуен Сити Ақтөбе, Керуен Астана, Зеленый базар, Аэровокзал Алматы, Астана Ақтау, Москва Алматы, Смартпойнт Алматы, Каспий Атырау, Звезда Ақтау, Лукойл Астана, Байқоңыр Алматы, Қайнар Шымкент, Қазмұнайгаз Астана, Вега Астана, Кеңес Ақтау, Абылайхан 77 Алматы. Сонымен достар, Тимур Кулюбаевтың өте көп бизнесте үлестері бар. Оның барлығын бір видеода толықтай айту мүмкін емес. Кулюбаев Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиадалық комитетінің президенті. Казэнерджи қауымдастығының төрағасы. 1-ші орында Владимир Ким. Байлығы $5 миллиард асады. Владимир Ким 1960 жылы оңтүстік Қазақстанда Мырзакентте дүниеге келген. Казминералс компаниясының директорлар кеңесінің мүшесі. Қазақмыс холдингінің компаниясының президенті. Казминералс компаниясының 30%-ға жуық акциясын және Қазақмыстың 70%-ға жуық акциясын иемденеді. Білмейтіндеріңізге, Казминералс тау-кен өнеркәсібі және түсті металлургия саласындағы ең үлкен холдинг. Осымен достар, осы видеомыздың қорытындысын жасай кетсек, Қазақстанның ең бай 10 адамның 4-еуі Алматы қаласында, 2-еуі Теміртау қаласында туылған.